Сіз ән музыканы 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат тоқтамай тыңдай аласыз ба? Және соны тыңдап жатқан кезде қандай сізге басыңызға ойлар келеді? Сіздің көңіл күйіңіз қандай болады? Біз бәріміз әртүрліміз. Кейбір адамдар ән музыка арқылы өз көңіл күйлерін көтереді. Ал кейбіреулері керісінше бұрында өтіп кеткен бір сәтсіз, бақытсыз кездерді есіне түсіреді. Яғни ностальгия моменттері болады. Ал кейбір адамдар үшін өздері бір адамға ғашық болып қалса, сол кезде музыка әнді күн сайын тыңдайды екен. Ал тағы бір басқа адамдарға музыка ән арқылы олар ұйықтауға дайындалады екен, ұйықтауға көмектеседі екен. Ал тағы да творческий адамдар, жазушылар ән музыканың көмегімен өздерінің кітаптарын жазады екен. Музыка арқылы адамдар өзінің present time дейді ғой, қазіргі моменттегі проблемаларын, жағдайларын ұмытып, қиялдық әлемге кетеді екен. Яғни музыка мен әннің күші өте мықты. Тіпті психологтарда музыка терапиясы бар. Яғни музыканы қолдану арқылы адамды емдеу. Ал кейбір адамдар музыка әнді тыңдау арқылы жылайды екен. Яғни кейбір өте творческий адамдар музыка мен әнді тыңдап жатқан кезде өздері туралы сондай қызықты әңгімелер құрастырып, соны жазады екен. Яғни өзі туралы әңгіме құру. Әрине, егер ән музыка сіздің күнделікті өміріңізге ешбір жаман әсері болмаса, әрине біз музыка әнді тыңдай аламыз және күн сайын оны терапия ретінде қолдануға болады. Демалуға, көңіл күйді көтеруге, басқа ғажайып ертегі әлеміне кетуге. Неліктен жастар дискотекаға барып, қатты жаңа дауысы шығып тұрған әндер мен музыканың астында билеген жақсы көреді? Өйткені музыка, ән, оның дауысы адамның миына әсер етеді және адамның денесінің қозғалуына алып келеді. Өйткені музыка бізді сондай бір жоғары, бір сондай қиял әлеміне апаратындай. Сондықтан бізге мысалы тойларда неге біз ән тыңдаймыз, музыка қосамыз, адамдардың көңіл күйін көтеру үшін. Ал мен сіздерге мынандай тәсіл ұсынғым келеді. Өзіңізге ұнайтын әндер мен музыканы қосып, медитация ретінде өзіңіздің қазіргі бір проблемаңызды шешіп көру. Иә, ол өте жұмыс істейтін тәсіл, мен өзім қолданып көрдім. Яғни сіз бір нәрсені шешім қабылдай алмай жатсаңыз, музыка тыңдаңыз. 2 сағат, 3 сағат өзіңізге мүмкіндігіңізше. Сол музыканы тыңдаған кезде өзіңіздің жаңағы проблемаңызды талқылаңыз, ойлаңыз және қалай бұны шешуге болады, не істеуге болады. Сол музыканың құдіреті арқылы сіз белгілі бір сондай бір қызық идеяларға алып келу мүмкін. Істеп көріңіз. Сосын маған жазыңыз, жұмыс істеді ма, істеген жоқ па? Музыканың құдіретімен адам баласы өз-өзін емдей алады. Ол негізінен шынымен жұмыс істей алады. Бұл кәдімгідей құрал. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер де сізге өз денсаулықтарыңызды эфир майлары арқылы жақсартамын деген тілегіңіз болса, менімен хабарласыңыз. Мен өзім осы эфир майларын күн сайын қолданамын. Сізге тегін консультация беруге өте қуанышты болар едім.